Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен тавада пісірілетін зебра пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Жасап көріңіздер, өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Алда талай қызықты рецепттермен бөлісетін боламын, сондықтан каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қажетті заттардың мөлшерін описание бөліміне жазып кететін боламын. Ең алдымен таза ыдысымызға жұмыртқа мен қантты салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Оған шамамен 5-7 минут кетеді. Оның үстіне сұйық май және айранды қосып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Електен өткізілген ұнды шетінен салып, және де қопсытқышты үстіне қосып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Біздің массамыз дайын. Бұны біз 2 ыдысқа бөліп аламыз. Біріне 1 шай қасық какаоны салып, жақсылап араластырамыз. Енді пирогымызды пісіретін табамызды дайындаймыз. Ол үшін пергамент қағазын дөңгелектеп түбіне қиып қойып, жан-жағын сұйық маймен майлап шығамыз. Осылай 2 тұсты массамызды 2 немесе 1 ас қасықтан салып отырып, 2 тұсты араластыра жинаймыз. Таяқша арқылы узор салып шығамыз. Пирогымызға ешқандай ауа кірмеу керек, сондықтан қақпақтағы тесікті бекітіп қоямыз. Мен фольганы пайдаландым. Баяу отта шамамен 35 минутта пісіп шығады. Оны тексеріп көру үшін таяқшаны пайдаланамыз, ол құрғақ болуы керек. Мінекей біздің таяқшамыз құрғақ болып шықты, яғни пирог пісті деген сөз. Ыдысында жақсылап суылғаннан кейін бөлек ыдысымызға салып, шетінен кесіп көретін боламыз. Үй жағдайында жасап көріңіздер, өте дәмді әрі оңай жасалатын пирог. Сіздермен болған Альмира. Ас болсын!